Мертока. Достар, Нази ток айтқан шығар сіздерге, бізде коллаб деп. Иә, достар, бізде коллаб болады. Келесі бөлімін Нази токадан күтесіздер. Бүгін бізде Асыранды қыз деген серия болады. Бізге бастама жатып, маған тіркеліп, блокпостын ұнатпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Неге мені жақсы көрмейді екен? Ешкім мені ұнатпайды. Қарным ашып жатыр. Не істесем болады? Бәрі папа жұмысқа кетіп қалған. Иә, мен барып бірдеңке жеп алайыншы. Вау, қандай күшті тәттілер, мынаның бәрін жесем күшті ғой. Қазір Малика ұрыспай ма екен? Ұрыспайтын шығар, жей берейін. Вообще косметиканың бәрін құртып тастаған, нервқа тиіп бар ғой. Туй, мен айтпақшы, тәттілерім жем деп едім ғой, кеттім, бары келейінші. Так. Ей, сен не істеп отырсың? Шаштың ғой адамды. Не істеп отырсың сен менің? Тәттілерімді жеп отырсың ба? Жоқ, мен жемедім. Кешірші. Сен жынсың ба? Қоймайтын болдың ғой, неге сен асырап алдық? Кетші бар бөлмеңе. Жарайды. Қой, бәрін же қоймапты. Не ұшқа тиіп бар ғой? Не үшін ашырады ғой қызды? Бәрімен жек көреді. Кітабымды қойыншы, не қызық болады екен. Так, біз келді, қызым, не істеп отырсың? Анашым, Мединаға айтыңызшы, менің бәр тәттілерімді жеңдеп отыр. Ито менің тәттілерім ғой. Қызым, ол енді Асыранды қыз ғой, біліп тұрсың. Берсе оғанда. Сонда мені жақсы көрмейсіз ба? Кетіңізші тәттілеріңізбен қоса, керек емес. Нағызға не болған? Ана қыз келгелі бері өзгерді ғой. Соны айтам. Жарайды, мен қазір мен Мединаға бар келейін, жарай ма? Жарайды. Вообще уже надоел бар ғой, бәрі маған. Той, ана Мединаға сабағымды орындатып алайын ба? Зато мен оған бір затымды берем. Алданатын шығар. Бар келейінші. Медина, қызым, не бұл қалды? Ештеңе. Ой, қызым, білем сені Малика ренжіткенін. Оның атынан кешірім сұрайым. Жарай ма? Ренжімедің ба? Жоқ. Жаным, кеш. Жүр, мен саған тәттілер берем. Иә, бара беріңіз, мен қазір сабағымды оқып алайын. Бұл кім? Мен ғой, Малика. Иә, не үшін келдің, не болып қалды, не көмегім керек? Не болды, сұрақ қойып кеттің ғой, қабаттастырып. Ой, кешір. Маған сабағымды орындап бере аласың ба? Не болды, не үшін? Жай сабағымды орындап бере аласың ба дейм саған? Иә, әрине орындап бере алам. Онда ма, рахмет. Жарайды. Кеттім. Так, енді мен бірнеңке ойластыруым керек. Не ойластырсам болады? Мен өстейін. Қазір ол үй жинап жүргенде мен оның алдына қағаз шашып тастаймын. И потом ол анашымнан ұрыс естиді. Өте қызық болайын деп тұр. Мен кеттім. Мен жасап біттім. Рахмет. Қазір менің бөлмемді жинап берші, иә? Иә, жарайды. Так, анашым тамаққа шақырып жатыр ма екен? Жарайды, бар келейін. Ал қыздар, не болып қалды сендерге? Малика, не болып қалды? Ашулысың ғой, қызым? Иә, Малика, не болып қалды? Ақша бермегеніме ренжіп отырсың ба?
Жоқ, жай. Мына қызға жыным ұстап жатыр. Қызым, мен саған айттым ғой, оны өз сіңіліңдей көр. Анашым, менің сіңілім, мен айтқан жоқпын ғой сізге, маған сіңіл керек, мен сізге айтқан жоқпын ғой, сіңіл керек, маған анандай керек деп айтқан да жоқпын ғой. Енді сен жалғыз жүргеніңді көріп асырап алдық. Иә, мені сөйтіп асырап алды. Жарайды. Сен отырыштыңшы вообще сөйлемей. Жігіт қыздар болды ұрыспаңдар. Ертең мектептеріңе барасыңдар. Бірге оқимыз ба? Иә да? Кішкене жастысыңдар ғой. Позор болатын болдым ғой бәрінен. Вообще. Позор болып жүрем ғой анашым мен. Қызым енді айтасың да сыныптастарыңа. Медина қызым қазір үй жинап жүре ма? Жарайды, әрине жинаймын ғой. Ол кружка менікі, алып кел. Ой, кешір. Қызым, қош болды. Малика қызым қой. Жарайды. Мен болдым. Медина болған соң мен бөлмеме кеп, мен бөлмем жинап кет. Жарайды. Рахмет. Оқаш жоқ. Иә, қаяқты жуа берейін. Жуса жүр деген жақты. Жарайды, мен кеттім. Жарайды. Так, осылай. Медина бергеші? Иә, қазір. Так, кет қалды енді қазір мен. Не істесем болады екен? Так, енді бәрін шашып тастайын. Зато қазір мен виноват емес. Малика болады. Ал Малика, өзі балың өзіне. Мен кеттім. Малика, аяқты не істегенсің сен? Ужас, жинау керек қой енді мынаның бәрін. Так. Вау, күштіғынан бөлмес. Ой, бай, шашылып кетіпті ғой. Медина болдың ба? Медина, не істедің мына жерді сен? Жындысың ба кішкене? Аяқ не шашып тастағансың? Мен емес. Өзі келгенде шашылып тұрды. Қазір мен сен анашым айтам. Иә, сол. Анашым, ана Мединаға айтыңызшы, мен бөлмемнің бәрін шашып тастапты. Не дейді? Жүрші, көрсет маған. Той, осы екеуің ғана бастарын сеспай жүреді екен, жүріңдерші, ал көрсет. Достар, екінші сериясы бітті. Екінші сериясына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Үшінші сериясын Әзит Токадан күтіңіздер. Всем пока.